Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Айдана. Бүгін сникерсті эскимоның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен эскимоның бисквитін дайындаймыз. Ол үшін сары майға қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Негізі эскимоға кез келген торттың корждары болады. Миксерлеп болғаннан соң 2 жұмыртқаны бір-бірден сала отырып, сұйық масса болғанша миксерлеп аламыз. Миксерлеп болдық. Енді еліктен өткізілген ұн, какао, разрыхитель үшеуін бірге араластырып, жұмыртқалы массамызға аз-аздан сала отырып, барлығын бірге миксерлейміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қою масса шығады. Ең соңында бөлме температурасына тұрған сүтімізді 2 бөліп құйып, барлығын бірге жақсылап миксерлеп аламыз. Эскимоның бисквитін пісіріп алу үшін форманың диаметрі маңызды емес, кез келген формаға құйып, қызып тұрған 180 градуста пешімізде 35-40 минутта пісіріп аламыз. Бисквитіміз пісіп шықты, енді суытуымыз қажет. Ол суығанша кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын сливкемізді қою болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан соң 2 ас қасық вареный сгущенканы салып, өзінің массасын ұстайтындай қатты крем пайда болғанша барлығын бірге біріктіріп миксерлеп аламыз. Дайын болған кремімізді шетке қойып, жаңа суытып қойған бисквитімізді бірнеше бөліктерге бөліп, блендердің көмегімен майдалап үгітіп аламыз. Егер сізде блендер болмаған жағдайда қолыңызбен майдалап үгітіп алсаңыздар болады. Мінекей майдаланған бисквитіміздің үстіне жаңа дайындаған кремімізді салып, барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Қолымызбен ұстап көрген кезде өзінің формасын ұстай алатындай болу қажет. Енді сникерсті эскимоны жасауға кірісеміз. Ол үшін арнайы силиконды формаға қажет болады. Осы формаға жаңа дайындап алған бисквитімізді барлығын орналастырып шығамыз. Видеода байқасаңыздар, мен бисквитті шұңғыл етіп орналастырдым, себебі ортасына карамель қосылған арахис салатын боламыз. Үй жағдайында карамельді қалай жасау керектігі мен каналымда видеосы бар. Осы ссылканың үстін бассаңыз көре аласыз. Дайын болған карамель қосылған арахисімізді ортасына салып шығамыз. Салып болғаннан соң үстіне бисквитімізді қойып, барлығын бетін тегістеп шығамыз. Бетін тегістеп болғаннан соң шетіндегі артық жерлерін кішкентай қасықтан көмегімен алып, тазалап шығамыз. Дайын болғаннан соң осындай арнайы таяқшаны ортасына орналастырып шығамыз. Енді эскимоларымызды міндетті түрде морозилкаға салып қатырып алуымыз қажет. 2-3 сағатқа қоямыз. Олар дайын болғанша біз сыртына глазурын дайындаймыз. Ол үшін кез келген қоңыр шоколадты алып ерітіп, үстіне сұйық майды қойып араластырамыз. Оның үстіне туралған арахисті салып араластырып дайындап қоямыз. Міне біздің эскимоларымыз морозилкаға қатып шықты. Қатқаннан соң осылай силиконды формадан оңай алынатын болады. Енді жаңа дайындап қойған шоколадты глазурымызға қатып тұрған эскимоларымызды батырып жағып аламыз. Тимей қалған жерлеріне кішкене қасықпенен осылай жапшықсаңыздар болады. Бетін әрлеу жағы өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен жаңа қалып қойған карамельді бетіне жапшықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Осымен біздің сникерсті эскимомыз дайын. Ас болсын.